Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода рафия жібінен тоқылған кішігірім, бірақ өте сыйымды сөмке тоқитын боламыз. Сөмкеміздің массасы небары 155 граммнан тұрады. Рафия жібі өздігімен жеңіл болып келеді. Соған қарамастан ол өте мықты әрі берік жіптерінің бірі болып табылады. 3,5 мм ілмек бізбен рафия жібін алып, 36 бос ілмектен тұратын шынжыр тоқимыз. Шынжырымызды бекітіп алып, 36 бос ілмек тоқимыз. Бірінші қатар көтеру ілмегі. Келесі бағандарды артқы жағындағы қабырға арқылы тоқимыз. Мінекей, мұқият болыңыздар. Шынжырдың артқы қабырғасына бір ілусіз баған тоқимыз. Бір. Мінекей, екінші бағанымыз. Үшінші бағанымыз. Мінекей, шынжырымыз сол күйінде қалады, артқы қабырғасы арқылы тоқимыз. Осылайша 36 баған тоқып аламыз. Мінекей, 35-ші және 36-шы баған. Бірінші қатарымыздың соңы. Екінші қатар. Бір көтеру ілмегі, сол нүктеге бір ілусіз баған. Енді суретімізді бастаймыз. Мінекей, келесі бағанға бір ілусіз баған. Енді сол нүктенің, мінекей, қараңыздар, сол нүктенің астындағы ең алғашқы қатардағы нүктеге, мінекей, сол нүктеге тағы да бір созылмалы ілусіз баған тоқимыз. Осылай кішкене тартып алып, рапортымыз бірінші бітті. Бір бос баған қалдырамыз. Келесі бағанға бір ілусіз кішкентай баған тоқимыз. Және сол нүктенің алдыңғы қатардағы нүктесіне, мінекей, назар аударыңыздар, мұқият болыңыздар, созылмалы бір бағанды тоқып аламыз. Екінші рапорт. Бір бос баған, келесі бағанға кішкентай ілусіз баған. Және сол нүктенің астында қатардағы нүктеден бір созылмалы бағанды тоқимыз. Мінекей, осылайша қатардың соңына дейін өздігіңізбен тоқып шықсаңыздар болады. Он 17 рапорт тоқып алған соң, міне соңғы ілусіз баған тоқимын. Сөйтіп қатарды аяқтаймын. Келесі үшінші қатар көтеру ілмегі. Сол нүктеге бір ілусіз баған. Келесі қатардың узорын тоқи бастаймыз. Мінекей, назар аударыңыздар, мындай В тәріздес бізде тоқулар пайда болды алдыңғы қатарда. Енді сол В-ның ортасына тоқимыз. Бірінші кішкентай ілусіз баған. Енді созылмалы бағанды сол В-ның ұзын қабырғасының астындағы нүктеден аламыз. Мінекей, осылай созылмалы бағанымызды тоқимыз. Міне, бір бос баған қалдырамыз. Келесі В-ның ішіне кішкентай баған және В-ның ұзын қабырғасының астындағы нүктеге бір созылмалы баған. Бір орын тағы да қалдырамыз. Келесі В-ның ішіне кішкентай баған және В-ның ұзын қабырғасының астындағы нүктеден бір созылмалы баған. Осылайша қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығасыздар. Бізде барлығы 17 осындай өрім шығу керек. 17 рапорттан тұратын. Мінекей, соңғысы кішкентай баған және созылмалы баған. Және қатар соңында мынаны қалдырып, мінекей, мынау нүктеге бір ілусіз баған. Төртінші қатар көтеру ілмегінен бастаймыз. Сол нүктеге бір ілусіз баған тоқып. Мұнда да қарасаңыздар, дәл сондай В тәріздес сурет пайда болды. В-ның ішінен кішкентай баған аламыз. Және
в-ның ұзынғы қатарының астындағы нүктеден, осы нүктеден созылмалы баған тоқимыз. Бір бағанды қалдырып, келесі в-ның ішінен кішкентай баған, в-ның ұзын қабырғасының астындағы нүктеден, мінекей өзі көрініп тұр анық. Сол нүктеден созылмалы бағанды тоқимыз. Кішкентай баған және созылмалы баған. Келесі кішкентай баған және созылмалы баған. Осылайша қатар соңына дейін өздігіңізбен тоқып шығасыздар, және де керекті ұзындыққа дейін тоқып алыңыздар. Міне соңғы ілусіз баған қатарымызды аяқтаймыз. Сөмкеміздің түбі бумен өңдеп алсаңыздар болады. Осы кезеңде мен сөмкенің түбіне ригелин қосып тоқуды ұйғардым. Сіздер қоссаңыз да болады, қоспасаңыздар да болады. Ол үшін бізге ригелин қажет. Мынандай соединительная трубка және сіріңкей қажет болады. Ригелиннің басын қайырып, белгілеп аламыз. Бір көтеру ілмегі. Тоқуымызды айналдырамыз. Енді ригелинді ақырын қойып, ілусіз ілмектер тоқып шығамыз. Бұл этапта асықпай, әрі мұқият тоқу керек болады. Себебі тоқуымыздың бір ерекше қиындау моменті деп айтсам болады. Асықпай, мінекей қатар соңына дейін ілусіз ілмектермен тоқып шығамыз. Тоқудың ортасына ригелинді ала отырып. Мінекей ұзын қабырғамыз бітті. Соңғы бағанымыз. Енді ригелинді өлшемі бойынша осылай майыстырамыз. Тоқуымыз оңай болу үшін. Түбінің жаны санап аласыздар. 12 ілусіз баған болуы қажет. Мінекей бірінші бағанымыз. Кішкене тартыңқырап тоқимыз. Себебі сөмкеміздің асты осылай тік төртбұрышты болу керек. Екінші баған. Үшінші баған. Төртінші баған. Асықпаңыздар. Бесінші баған. Алтыншы баған. Жетінші баған. Сегізінші баған. Тоғызыншы. 10-шы. 11-ші баған. Санап тексеріп алайық. Мінекей соңғы 12-ші бағанды тоқимыз. Ригелинімізді тағы да майыстырып аламыз. Сөмкенің түбінің өлшеміне қарай. Енді мынау ең алғашқы шынжырымызды тоқып бастаймыз. Мұнда белгіні қойсаңыздар да болады. Мен өзім шатаспас үшін қойып отырдым. Егер сіздерге ол кедергі жасайтын болса, қоймасаңыздар да болады. Бірақ санап отыруды ұмытпаңыздар. Осылай қатар соңына дейін тоқимыз. Мінекей түбін тоқудағы ең қиын момент енді келді деп айтсам болады. Қазір екі ригелинді соединительная трубка дейді, байланыс түбекшесі. Сол түбекпен байланыстырамыз. Мұнда асықпай өте мұқият әрі абай болыңыздар. Себебі отпен жұмыс жасаймыз. Егер кішкентай болсаңыздар, үлкен ата-аналарыңыздан сұрасаңыздар болады. Немесе оңай болу үшін бұл ригелинді қарапайым скотчпен жұқа етіп біріктірсеңіздер де болады. Неге ригелинді туралап алдым. Енді оттың көмегімен мынау түбекшені жандырамын. Сол кезде түбекше кішірейеді.
еще өте ыстық, абай болыңыздар. Мінекей менің түбекшем қатты, екі ригелинді бір-біріне байланыстырды. Тоқуымызды ары қарай жалғастырамыз. Мінекей мұнда сіздерге көрсетіп жатырмын ригелин беріп қатырылғанын. Енді енін тоқимыз. Енінде бізде 12 баған болу керек, ұмытпаңыздар. Мұқият санап отырып тоқимыз. Бірінші баған. Белгімді ұмытпаппын. Екінші баған. Үшінші. Төртінші. Бесінші. Алтыншы. Жетінші. Сегіз. Тоғыз. 10. 11. Және соңғы бағанымыз. Асықпаңыздар мен сияқты. Мінекей 12-ші бағанды тоқып алдық. Енді байланысу ілмегімен қатарды байланыстырамыз. Бір көтеру ілмегі. Тоқуымызды айналдырып, узорымызды тоқып бастаймыз. Мінекей бір кіші баған. Белгімізді ұмытпайық. Енді соның астындағы нүктеден созылмалы баған. Бір баған қалдырып, келесі бағанға бір кіші баған. Алдыңғы қатардағы нүктеден созылмалы баған. Бір баған қалдырып, келесі рапортты тоқимыз. Осы тоқудың арқасында бізде тоқуымыз мықты болып шығады. Сөмкеміздің қабырғасы, түбі жұмсақ болып бұлқылдап тұрмайды. Өте қатты, узордың арқасында қатты болып тұрады. Осылай айналдырып тоқимыз узорды қайталап. Мына жерде бұрылысты көрсетіп жіберейін, дәл солай бір кіші баған. Астыңғы нүктеден созылмалы баған. Бір баған қалдырып, келесі нүктеге кіші баған. Астыңғы қатарда бір созылмалы баған. Кіші ілмек және созылмалы ілмек. Мінекей қырын тоқып алдық. Осылайша айналдырып қатар соңында кездесеміз. Мінекей соңғы 48-ші рапортты тоқыдым. Енді тоқуды байланыстыру ілмегімен байланыстырамыз. Қосамыз бір-бірімен. Бір көтеру ілмегі. Тоқуды айналдырып, келесі қатарымызды тоқимыз. Мұнда да дәл солай алдыңғы қатардағылай В-ның ішіне кіші ілмегімізді тоқимыз. Белгімізді ұмытпайық. Және В-ның ұзын қабырғасын астындағы нүктеден созылмалы бағанымызды тоқимыз. Бір бағанды қалдырып, келесі В-ның ішіне кіші баған. Ұзын қабырған астындағы нүктеден созылмалы бағанды тоқимыз. Тағы да бір бағанды қалдырып, келесі В-ның ішіне кіші баған тоқимыз. Және В-ның ұзын қабырғасының астындағы нүктеден созылмалы баған тоқимыз.
Осылайша қатардың соңына дейін қайтадан өздігімізбен тоқып шығамыз. Қатар соңында кездесеміз. Мінеки соңғы рапортты тоқыдым. Енді байланысу ілмегімен қатарды біріктіреміз. Бір көтеру ілмегі. Мұнда да тура алдыңғы қатардағындай В-ның ішіне кіші баған. В-ның ұзын қабырғасын астындағы нүктеден созылмалы баған. Барлығы қатарда 48 рапорт болу керек. Яғни 48 өрім шығу керек бізде. Ұзын баған, созылмалы баған. Көріп тұрғаныңыздай узордың еш қиындығы жоқ. Әр қатар бір-бірімен қайталана береді. Мінеки өзіңізге керекті ұзындыққа дейін тоқып алыңыздар. Сосын бірге кездесеміз. Мен сөмкеме басқа түсті жолақ салдым. Және сонымен бірге сөмкемнің ұзындығы барлығы 21 сантиметр болды. Осы ұзындық маған ыңғайлы, сол себепті мінеки қатарымызды біріктіріп жабамыз. Осы жерден тоқуды аяқтаймыз. Енді сөмкеміздің қолдарын дайындаймыз. Тұтқаларын. Ол үшін енінің орталық нүктесін тауып аламыз. Мінеки орталық нүктесі. Енді былай қарай 5 рапортқа бір белгі қоямыз. Орталық нүктеден сол жақтан 5 рапортқа тағы бір белгі қоямыз. Екінші жағынан да дәл солай орталық нүктені тауып алып, неке орталығында енінде бізде 6 рапорт, соның орталығы 5 рапорттан екі жағынан барлығы 10 рапорт болу керек. Неке орталығынан 5 рапорттан кейін тағы да ен қойып алдық. Енді міне мынау бөліктерді тоқимыз қазір. Жібімізді байланыстырамыз. Сол нүктеге бір ілусіз баған. Енді әдеттегідей узорымызды тоқимыз. В-ның ішінен кіші баған, В-ның астындағы, ұзын қабырғасының астындағы нүктеден созылмалы баған. Неке бірінші рапорт. Екінші рапорттың кіші бағаны және созылмалы бағаны. Үшінші рапорт. Неке соңғы 10-шы рапорт. Созылмалы бағанымыз және ілусіз, соңғы ілусіз баған. Көтеру ілмегі. Мінеки сол нүктеге бір ілусіз баған тоқып аламыз. Енді рапортымызды қайталаймыз. В-ның ішінен кіші баған. Мінеки астынан созылмалы баған. Келесі В-ның ішінен бір кіші баған және астынан созылмалы баған. Төртінші рапорт. 10-шы рапорт. Қатар соңына бір ілусіз баған. Тоқуымыз аяқталды.
мінекей бір жағын бітірдік. Енді екінші жағында дәл солай тоқимыз. Мінекей басын көрсетіп жүрейін. Жібімізді байланыстырып, сол нүктеге бір ілусіз баған тоқимыз. Ары қарай узор бойынша тоқимыз. Кіші баған, бір созылмалы баған. Келесі вының ішіне кіші баған, бір созылмалы баған. Мұнда бізде байқасаңыздар, біріктірілген нүктелер тұр. Оны өткіздіріп, келесі вының ішіне кіші баған, сол вының астына созылмалы бағанымызды тоқимыз. Кіші баған, созылмалы баған. Мінекей 10-шы раппорт. Қатардың соңғы ілусіз бағаны. Көтеру ілмегі. Келесі қатар. Бір ілусіз баған. Вының ішіне кіші баған. Астыңғы қатардан созылмалы баған. Екінші раппорт. Үшінші раппорт. Осылайша қатардың соңына дейін тоқимыз. Мінекей соңғы 10-шы раппорт. Соңғы ілусіз баған. Қатарымыз аяқталды. Енді кезекте сөмкенің тұтқасын тоқимыз. Ол үшін шынжыр жасаймыз. Жіптің етегін шамамен 50-60 сантиметрге алып, алғашқы бастама ілмегін тоқимыз. Сөмкеге біріктіреміз оны. Енді қосарлы шынжыр тоқимыз. Ол үшін жіптің етегін ілмек бізге іле отырып, екі ілмекті бірге тоқимыз. Етегін іле отырып, екеуін бірге тоқимыз. Осылайша 42 ілмектен тұратын шынжыр тоқуымыз қажет. Мұнда қосарлы болып шығады. Мінекей 42-сін тоқып алдым. Енді екінші жағына біріктіруіміз қажет. Біріктіру ілмегімен жіптің етегін қиып, иненің көмегімен шығып тұрған барлық етектерін жасырамыз. Мұнда асықпай, барлық етектерін тоқудың астына жасырып жіберуге тырысыңыздар. Мен мұнда барлық етектерді көрсетпей қойын, біреуін ғана көрсеттім. Осылай ары қарай барлығын өздеріңіз жасырып шығыңыздар. Бірінші шынжырымыз дайын болды. Екінші жағынан дәл солай тоқып аламыз. Тоқуымыздың басын тауып аламыз. Осы жерге жібімізді бекітіп аламыз алдымен. Көтеру ілмегі. Енді вының ішіне кіші ілмек. Вының ұзын қабырғасының астындағы нүктеден созылмалы ілмек. Шынжырға дейін осы узорды тоқи береміз. Соңғы раппорт шынжырға дейінгі бір кіші ілмек, бір созылмалы ілмек. Енді қараңыздар. Мұнда бізде шынжыр басталды. Шынжырдың астындағы қос ілмектен ілусіз баған тоқтық. Қараңыздар. Шығып тұрмас үшін ол ілмекті де қосып тоқып жібердім. Мінекей.
қосарлы шынжырымыздың екі қабырғасын іле отырып ілусіз бағандар тоқып шығамыз. Асықпай барлығы 42 баған болу керек. Шынжырдың соңына дейін. Енді тоқуды біріктіреміз. Мұнда В-ның ішіне қайтадан арғарай узорды тоқимыз. Кіші баған В-ның астынан созылмалы бағанды тоқимыз. Келесі раппорт. Созылмалы баған. Енді қайтадан шынжырдағы қосарлы қос қабырғаны іле отырып, ілусіз бағандар тоқып шығамыз. Шынжырда барлығы 42 баған болу керек. Шынжырды соңына дейін тоқыңыздар. Соңғы баған. Енді раппортқа кірісеміз. Кіші баған және созылмалы баған. Және соңғы раппорт осы қатардағы. Қатарды біріктіреміз. Көтеру ілмегі тоқуымызды айналдырамыз. Ары қарай тоқимыз. Кәдімгідей кіші баған, созылмалы баған. Екінші раппорт, кіші баған және созылмалы баған. Мұнда мінекей қараңыздар. Біреуін қалдырып, екінші бағанның ішіне бір ілусіз баған және соның астындағы нүктеге созылмалы баған. Біреуін қалдырып, келесіге бір кіші ілусіз баған, соның астына бір созылмалы баған. Мінекей қатар соңына дейін айналдыра барлығын тоқып, мынау нүктеде кездесеміз. Біріктіру ілмегі, көтеру ілмегі, тоқуды айналдырамыз. Ендігі соңғы қатар ригелин қосып тоқимыз. Соңғы қатар өзгеше, назар аударыңыздар. Астыңғы нүктеден екі бағаннан алып отырамыз. Демек, кіші баған тоқымай, созылмалы баған тоқитын нүктеден екі созылмалы бағаннан тоқимыз. Кіші бағанды тоқымаймыз. Бір нүктеден екі созылмалы баған. В-ның ұзын қабырғасының астындағы нүктеден бірінші созылмалы баған және екінші созылмалы баған. Мынау нүктеге дейін тоқимыз. Мынау нүктеде біз бір созылмалы баған тоқимыз. Келесі нүктеден тағы да бір созылмалы баған. Және үшінші нүктеден үшінші созылмалы баған тоқимыз. Мына үш нүктеде бір-бірден тоқыдық. Келесі нүктеге қосарлы созылмалы баған тоқимыз. Яғни екі созылмалы баған. Бірінші созылмалы баған,
екінші созылмалы баған. Мінекей назар аударыңыздар, тура байланысқан жерінде 3 нүктеде біреуден ары қарай екеуден тоқимыз. Келесі қосарлы созылмалы бағандар. Тұтқамыздың аяғына дейін осылай тоқып шығамыз. Мінекей мұнда мен бір бағанды тоқып қойдым. Екінші нүктеде тағы да бір баған. Және міне үшінші бір созылмалы баған. Әрі қарай екі созылмалы бағаннан тоқимыз. Бір баған, екі баған. Келесі бір баған, екі созылмалы баған. Мінекей қараңыздар, регилин қосу арқылы біздің тұтқамыз мықты болып шықты. Регилин жоқ жерде былқылдап тұр. Тоқуды қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Тоқу барысында регилинді біріктіріп аламыз. Мінекей қатарымыз аяқталды. Енді біріктіру ілмегі. Мінекей енді барлық бағанның үстінде біріктіру ілмегімен тоқып шығамыз. Айналдыра тоқып шығамыз барлығын. Осылай біріктіру ілмегімен тоқу салдарынан біздің тоқуымыз одан әрі берік болып келеді. Әрі қарай одан кейін созылып кетпейтін болады. Мінекей айналдыра тоқып шықтым. Енді жіптің етегін иненің көмегімен жасырамын. Ол үшін қараңыздар, бір ілмекті қалдырып, екінші ілмектен инені өткізіп алдым. Жіптің етегін сол екі ілмектен өткізіп алдым. Ілмектің екі қабырғасынан. Енді жіптің етегін мінекей жіп шыққан нүктеге қайтадан кіргіземіз. Мінекей осылай жіпті жабудың арқасында бізде тоқуымыз үздіксіз болады. Мінекей мен мынау екінші тұтқасын тоқып қойдым. Өте мықты, өте берік болып шықты. Қазір сіздермен бірге енді екіншісін тоқимыз. Ол үшін де регилин қажет болады. Мұнда оңай болу үшін ары қарай тоқуымыз осылай бірінші қабырғасына, ілмектердің бірінші қабырғасынан өткіздіріп алдым. Мінекей беткі қабырғасынан ғана өткіздіресіздер. Мұнда видеоға түсіргендіктен қиын болып тұр, атак қиын ештемесі жоқ. Осылай айналдыра отырып, регилинді өткіздіріп аламыз. Тек жоғарғы жағынан ғана өткіздіресіздер оны. Мінекей енді регилиннің қосылатын жерін анықтап аламыз. Біріккен жерін бүгіп аламыз. Мінекей трубкамыз осындай болады, түтікшеміз. Регилиннің екі басын кигіздіріп, түтікшені күйдіреміз. Өте абай болыңыздар. Егер түтікшені күйдіру арқылы сіздерге қиын болып жатса, қарапайым скотчтың көмегімен біріктірсеңіздер де болады. Екі регилин басын біріктіріп алдым. Енді қара түтікше көрінбей тұру үшін мен рафияның кішкентай бөлігін қиып аламын. Осылай ашып, кішкентай бөлігін алып, желімнің көмегімен қара түтікшенің бетін жауып шығамын. Сонда тоқу барысында қара түтікше мүлдем білінбей кетеді. Егер скотчпен біріктірген болсаңыздар, бұл әрекетті жасамай қойсаңыздар да болады. Мінекей, ары қарай рафиямызды біріктіріп аламыз жіпті.
қиылысқан нүктесіне, мінекей мынау қабырғаның үстіне. Рафиямызды біріктіріп алдық. Ригелиннің үстінен тоқу болып тұрыңыздар. Жіптің етегін тоқу барысында жасырып тастаймын. Міне қараңыздар. Мынау нүктенің астынан аламыз. Бірінші созылмалы баған. Келесі В-ның астындағы нүктеден аламыз. Екінші созылмалы баған. Мінекей бірінші және екінші. Және үшінші созылмалы бағанымыз. Мінекей 1, 2, 3. Мына жерде. Ары қарай енді екеуден тоқимыз. Бір нүктеден мінекей бірінші және екінші. Келесіден де бірінші созылмалы баған және екінші созылмалы баған. Осылай келесі тұтқамыздың басына дейін тоқып аламыз. Әр нүктеден 2 созылмалы бағаннан тоқып шығамыз. Мінекей мынаны тоқып қойдық. Енді бір раппорт қалған кезінде осы нүктеден біз бір созылмалы баған аламыз. Мінекей мынау нүктенің астынан екінші созылмалы баған. Және мінекей мұнда мұқият болыңыздар. Мынау нүктенің астынан үшінші созылмалы бағанымызды тоқимыз. 1, 2, 3. Ендігі кезекте мінекей мынау нүктенің астынан тоқимыз. Байланысу нүктесін тоқыдық мұнда. Тұтқа басталған нүктеде біз бір созылмалы баған тоқимыз. Мұнда да бір, яғни астында да бір. Келесі нүктеде 2 созылмалы бағаннан тоқимыз. Екінші нүкте. 1, 2, үшінші нүкте. Төртінші нүкте. Бесінші нүкте. Алтыншы нүкте. Жетінші нүкте. Сегізінші нүкте. 9-шы нүкте. 10-шы нүкте. 11-шы нүкте. 12-ші нүкте. Бірінші және екінші созылмалы баған. Осы нүктеде бір ғана созылмалы баған тоқимыз. Санап тексеріп аламыз. Барлығы 3, 4, 5. Ортасында 12 қосарлы созылмалы бағандар. Екі жанында бірден созылмалы баған. Бір данадан.
келесі нүктеге біріктіру ілмегі, келесіге бір ілусіз баған. Осымен осы қатар аяқталды. Енді өлшемі кіші 2,5 миллиметрлік ілмек біз алдым. Әр бағанға байланысу ілмегін тоқып шығамыз. Байланысу не біріктіру ілмегін. Соединительные петли дейді. Осылайша асықпай айналдыра тоқып шығамыз. Мінекей қатардың басына дейін, қатардың басында кездесеміз. Қатарымыз аяқталды. Жіптің етегін қиып, иненің көмегімен етегін жасырамыз. Екінші бағанның басына инемізді өткіздіріп, жіпті өткізіп аламыз. Енді жіптің басы шыққан нүктеден жіптің етегін қайта өткіздіріп, жіптің етегін жасырамыз. Мінекей осылайша біздің сөмкеміз дайын болды. Будың көмегімен өңдеп алсаңыздар болады. Жіптің жиектеріне ригелин қосып тоқығанның салдарынан қабырғасы мықты әрі берік болып шықты. Өз еркілеріңіз бойынша безендірсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.